Так, бәріңе сәлем, қалдарың қалай? Кеше группаға жіберген есеп мынау бізде міне. Енді осы есепті ал шығарайық. Так, бұл енді қатты қиын емес, оңайда емес есеп, сондықтан мұқият тыңдап НТ-ға дайындаламыз. Так, қараңдар. Актив кедергісі өте аз катушкада жиілігі дейді. Жиілік деген бізде нью деген әріппен белгіленеді, білетін шығармыз, 50 герцке тең. Одан кейін айнымалы тоқ тізбегінде қосылған дейді. Кернеу бізде кернеуден U әріппен белгіленеді, андай 125 вольт дейді, я. Тоқ күші I дейді, ампер. 2,15 ампер дейді. Сосын бізге нені тапсын деген? Индуктивтілікті табыңдар деген. Енді қазір бұл есепті шығарам, шошымаймыз. Так, бұл жерде потому что 4-5 формуламен кәдемен дәлдеп көрсетем, қалай шыққан түсініп аламыз. И лайк рэпс жасаймыз. Енді қолдан келгенше. Так, смотрите. Актив кедергісі бізде x тең формуласы 1 бөлінген омега c, білетін шығармыз оны. Өлшем бірлігі Ом. Так, енді екінші формула, бірінші формулаға керек нәрсе. Екінші Томсон формуласы бар бізде. Т тең 2π түбір асты LC. Осы жерден бізде қараңдар индуктивтілікті қазір осы жерден тауып аламыз. Алдымен біз c-ны тауып алайық. C дегеніміз бізде мынау. Осының c-ның көзін құртуымыз керек. Так, табылатын нәрселердің бәрімен аяққа табайын, я? Бүйтіп бөліп қойын. Келесі үшінші формула бізге қазір міндетті керек болатын формула. Бізде келесі периодтың андай формуласы бар. Т тең 1 бөлінген нью деген, яғни неге байланысты? Жиілікке байланысты, герцтің көзін құрту үшін қазір. Яғни герц бар міне уже. Енді келесі соңғы формула, надеюсь, осы. Бізде Ом заңы дегенді білетін шығармыз, я? U тең IR. Негізі R тең U бөлінген I, осы бірден таба салдым. U тең IR. R дегеніміз бізде осы жерде кедергі. Кедергі мен кедергінің қазір теңестіреміз. И соңғы формула. Омега деген тұр ғой. Осы омеганың өзінің формуласы бар мынандай. Омега тең 2π нью деген. Яғни бұл бізде бұрыштық жылдамдық өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Оны да білетін шығармыз, білмесек дәптерге жазып аламыз. Так, все, міне, осындай нәрсе. Мынау соңғы этапқа қолданылады. Қазір 4 мен бұл 5-ке жазуым керек еді, почему-то 4-ке жазып қойдым. Так, бұл соңғы этапта қолданылады қазір. Так, ал кеттік ал. Қопарайық бәрін. X тең. Омеганың так, стоп. Алдымен сын табылайық нәрседен. Так, екеуін теңестірем, қараңдар, 2 периодты 2 мен 3-ші формулада екеуін теңестірем. 1 бөлінген нью тең 2π түбірдің астында LC. Осыдан екі жақты квадраттасам, 1 бөлінген нью квадрат, сосын қараңдар, 2 мен π бізде бөліміне кетіп қалды, бөлшектің. Так, нәрге сидіртіп жазайын кішкене. 1 бөлінген нью квадрат, 2-дің квадраты 4, π-дің квадраты π квадрат, одан кейін L қасында бөлініп баратын айқа. Осы тең болады c-ға. Түсінген шығармыз. Енді апарып x тауып алайық. X тең, қараңдар. 1 бөлінген омеганың орнына мен қазір 2π ньюді қоям. 2π нью, так. Енді c-ның орнына, мына c-ның орнына, я? Мынаны так, қоямын. Сонда нью квадрат 4 бар, π квадрат бар, L бар. Енді нью мен нью квадрат қысқарады. Квадраты π мен π-дің квадраты қысқарады. 2 мен 4 қысқарады да 2 болады. Енді қараңдар, ең астындағылардың бәрі үстіне қазір шығып кетеді. Сонда 2 шығады, ньюді қалды бізде. 2 нью, π и L қалды. Міне. Шықты. Енді болды. Енді x-ні орнына алып келесіздер, x енді Ом ғой бізде. Актив кедергісі өлшем бірлігі Ом. Сондықтан маған алып келіп 4-ші формулаға қоямыз. Бұл соңғы этап бізде. Сонда кернеу тең болады тоқ күші. R-дің орнына x алып келіп қоям. 2π нью L. Енді осы жерден L табатын болсаңдар, L тең, қараңдар. Кернеу, так, бөлінген 2π, одан кейін нью I. Міне, сонда қорытылып шыққан нәрсе осы формуламен табылады екен. Енді сіздер осы формулаға орындарына қойсаңыздар, кернеуіне бар бізде, тоқ күші бар, герц бар, нью, енді π деген сөз, оны білетін шығармыз. Π деген бізде π саны 3,114-ке тең. Осыны қойсаңыздар, в общем, есептесеңіздер, бәрін қысқартып, үйтіп. Сонымен сендердің L-дарың, индуктивтіліктерің 0,116-ға тең болады Генриға. И то шамамен 0,116 деген жауап сонда шығады екен.
Енді түсінген болармыз. Мен қазір бірден сіздерге формуланы жазып бере салсам болар еді, бірақ кішкене түсіндіріп берейін дегенмін. L тең, сонда U бөлінген 2 пи ню I. Міне, түсінген болармыз. Түсінсек, лайк басып, түсінбесек сұрақ қойып дегендей. Ал осымен енді сау болып, кстати, курсым басталды. Курсыма жазылсаңыздар болады, үлгеріп алыңыздар. 13 желтоқсанға дейін бұйырса. Ал осымен бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.